Бұл нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көрсетерден бұрын Алла тағала Мұсаның өмірінен баян әкеледі ақырын. Ибрахим алейхиссаламның өмірінен баяндайды Құранда. Сонда сенім деген нәрсе өте нық болу керек жүректегі. Көрдіңіздер ме қандай мәселе? Сол нықтауды Алла тағала пайғамбарлардың өзінің сеніміне дейін жаңағы нықтау жасап отырған. Түсіндіңіздер ме? Сонда Ибрахим алейхиссаламды Алла тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва казалика нури Ибрахима малакута ас-самавати вал ард. Осылайша біз Ибрахимге көктер мен жердің мүлкін көрсеткен едік дейді. Ай, күн, жұлдыз деген нәрселер бар ғой, мынау ғаламшарлар. Жаңағы соны көрсеткен, ерекше түрде көрсеткен оны. Сосын оны көрсетудегі мақсат сол нәрселерге қарап отырып, назар аудартып отырып, қауымы қасында, қауымына жаңағы уағыз ретінде жүргізіп отқан. Түсіндіңіздер ме? Сол уағыз мақсатында сөздерді де келістіріп отқан. Қалай айту керек жаңа сөзді. Сол нәрселерді Алла тағала Құранда келтіреді, баяндайды. Фаламма жанна алейхи лейлу. Осылайша Ибрахимді түн қаптаған кезде дейді. Жаңа белгілерді көретін кезде. Ра'a каукабан, бір жұлдызды көрді дейді. Мүшриктердің сол қауымындағы санасын ояту үшін, түсіндіру үшін істеп жатыр да бәрін. Бір жұлдызды көрді де, «Хаза робби», мынау менің Раббым деді. Көрдіңіздер ме? Мына жақтағы ішкі дүниені, мыналардың ішкі дүние сана сезімін әкелу үшін. Яғни осылар секілді қателесіп жатқан сияқты қылып. «Хаза робби», мынау менің Раббым деп. Фаламма афала, сөйтіп ол жұлдыз батып кеткен кезде, қола айтты дейді. Ла ухиббу лафилин. Батып кететін, жоқ болып кететіндерді жақсы көрмейді мен. Түсіндіңіз бе? Сосын жаңағы екінші. Фаламма ра'a ал-қамара базиған. Сөйтіп айды толық ай бейнесінде көрді дейді. Жаңа көрсетіп отырып. Хаза робби деп айтты дейді. Міне менің Раббым деп. Көрдіңіз бе? Аналар сабақ алсын деп үйретіп жатыр ғой, уағыз ретінде айналасындағы жаңағы қауымына. Фаламма афала, сөйтіп жаңағы ай батып кеткен кезде мынандай сөзді айтады енді. Ла иллам яхдини робби. Егер де Раббым мені тура жолға салмаса, ла акунанна, қараңыздар, минал қауми доллин. Мына адасқан қауыммен бірге болып кететін түрім бар. Фаламма ра'a аш-шамса базиғатан. Одан кейін күнді көрді. Ең үлкен жаратылыстарды әкеп отыр ғой мысалға. Сөйтіп ол күнді көрген кезде жап-жарық үлкен домалақ. Қола, хаза робби. Міне Раббым менің. Сосын сөзді қосады. Хаза акбар. Мынау жаңағы алғашқы екеуінен де үлкен екен. Фаламма афалат. Сөйтіп күн батып кеткен кезде. Қола, я қауми. Ей қауымым, инни бариун мимма тушрикун. Сендердің Аллах тағалаға қосып жүрген серіктеріңнің бәрінен мен адамын. Қатысым жоқ мен. Тазамын бұл нәрседе. Инни ваджахту ваджхия лиллази фатара ас-самавати вал ард. Мен жүзімді, көңілімді көктер мен жерді жоқтан бар еткен, соның жаратушысына қарай бұрдым дейді. Ханифа, адалымнан берілген түрде Раббыма. Адал құлы болу мақсатында. Ва ма ана минал мушрикин. Және мен мүшриктерден емеспін. Бірақ сол нәрсенің бәрін жүргізіп отқан кезде жаңағы қауым отырып тыңдап, фахаджаху қаумуху. Олар қайтадан таласа бастады. Ей, сен басты қатырма, сен мұндай күн нелерді айта бермей. Біз осылай атамызды тапқанбыз, осылай істей береміз болды деген демес. Міне осы нәрселерді аяттарда не үшін көрсеттік дейді Алла тағала Ибрахимге. Жаңағы аяттарды әкеп түсіндіре алу үшін де адамдарға. Лиякуна минал муқинин. Яқин. Жаңағы дәрежесінде болу үшін дейді. Шәксіз сенім иелерінен болу үшін осылай істейміз дейді.